Жадпен басқару. Мақсаты жадпен басқару, яғни виртуалды жадты зерттеу. Жады ол бізде мультибағдарламалы операциялық жүйе қатарынан түбегейлі басқаруды талап ететін ең маңызды дерлік ресурстардың бірі болып табылады. Жадының бос бөліктерінің барлығы бөлістіруге теңеді. Операциялық жүйе жадыны басқару жөнінен қызметтері ол бізде бос және толған жадыны анықтау, жадыны процестерге бөлу, олардың бітуі кезінде жадыны босату, процестерді оперативті жадыдан дискіге ығыстыру, оперативті жадыда орын босаған кезде оларды қайта көшіру, сондай-ақ бағдарлама мекен-жайларын физикалық жадының нақты облысына саралау болып табылады. Виртуалды мекен-жайлар ол бізде бағдарламаны машина тіліне аударатын транслятор жасап шығарады. Осылайша аударылым барысында бағдарламаның оперативті жадының қай бөлігіне барып орнығатыны белгісіз болғандықтан, транслятор бағдарламаларға құбылмалы және командаларға виртуалды мекен-жайларды беріп, бағдарлама нөлдік мекен-жайдан басталатынын ескереді. Процестің виртуалды мекен-жайлардың жиынтығы виртуалды мекен-жай кеңістігі деп аталады. Әрбір процесс өзіндік виртуалды мекен-жай кеңістігіне ие. Виртуалды мекен-жай кеңістігінің максималды көлемі компьютердің аталған сәулетіне тән мекен-жай разрядтығымен шектеледі. Сондай-ақ компьютердің физикалық жадымен сәйкес келмейді. Физикалық мекен-жайлар құбылмалы және командалар орныққан оперативті жадының ұяшық нөмірлеріне сәйкес. Виртуалды мекен-жайдан физикалыққа ауытқу екі тәсілмен жүзеге асады. Біріншісі ол алмастыруда арнайы жүйелік бағдарлама алмастыру қосушы орындайды. Ол физикалық жадының бастапқы мекен-жай жөніндегі ақпаратқа сүйемдене отырып бағдарламаның қосуын іске асырады. Ал екінші тәсіл бағдарлама виртуалды мекен-жайда еш өзгертілімсіз қосылады. Бұл ретте операциялық жүйе бағдарламалық кодтың виртуалды мекен-жай кеңістігіне қатысты орнығуын бағдарлайды. Бағдарламаның орындалу барысында оперативті жадыға төну кезінде виртуалды мекен-жайдың физикалыққа түрленуі орындалады. Екінші тәсіл барынша тиімді болып табылады. Ол бағдарламаны орындау кезінде оның жеңіл түрде орын алмастыруын қамтамасыз етеді. Ал алмастырушы қосушы бағдарламаны жады бөлігіне мықтап бекітіп тұрады. Сонымен қатар, алмастырушы қосушыны қолдану шығындар санын кемітеді. Себебі виртуалды мекен-жайдың түрленуін қосылу барысында бір рет қана болады. Ал екінші жағдайда аталған мекен-жайға төну кезінде қайтара орындалып отырады. Қосымшаны құру. Компьютердің логикалық томдары туралы мәліметтерді алу үшін әртүрлі бағдарлама тілдерін қолдануға болады. Енді мысалы Python'ды алайық. Бұл жерде біз бір кітапхананы қолдану арқылы өте ыңғайлы жасауға болады. Python тілінде логикалық томдар туралы ақпарат шығаратын бағдарлама коды алдарыңызда көрсетілген. Бұл жерде біз жаңағы кітапхананы импорттап, соған байланысты жасаймыз. Бұл бағдарлама не істейді? Яғни компьютердегі барлық логикалық дисктерді анықтайды. Әр диск үшін файлдық жүйе түрін және монтаж нүктесін көрсетеді. Жалпы көлемін, бос орынды және қанша пайыз пайдаланғанын есептейді. Орындалу нәтижесі, мысалы диск C, файлдық жүйе бізде NTFS, монтаж нүктесі C, жалпы көлемі 237 гигабайт, бос орын 120, пайдаланғаны 49,4% деп көрсетеді. Ал диск D болса, ол бізде файлдық жүйе NTFS, монтаж нүктесі D, жалпы көлемі 500, бос орын 320, пайдаланған 35,9% деп экранға шығарып береді. Қосымша мүмкіндіктер. Егер сізге Windows'та тек белгілі бір логикалық дискті туралы ақпарат қажет болса, онда біз просто дискті атауын көрсетіп, солай қолдануға болады. Ал егер интерфейсті қосу керек болса, онда Tkinter немесе PyQt пайдалана алуға. Компьютердің логикалық томдар туралы мәліметтерді алу үшін Python'да кітапхананы пайдалану ыңғайлы және тиімді. Бұл бағдарлама логикалық дисктердің тізімін
олардың файлдық жүйесін, жалпы көлемін, бос орнын және пайдалану пайызын көрсетеді. Егер сізге интерфейсті қосу немесе басқа платформаға бейімдеу қажет болса, онда біз Tkinter, PyQt немесе C# арқылы құралдарды қолдануға болады. Сондай-ақ Windows'та, Linux'та сол командаларды пайдалануға болады. Операциялық жүйенің жадты басқару механизмі компьютердің негізгі жедел жадын тиімді пайдалану және бағдарламалар арасында дұрыс бөлу үшін жауап береді. Жадты басқарудың негізгі міндеттері: жадты бөлу және босату. Бағдарламаларға қажетті жадыны бөліп береді және олар аяқталған соң босатады. Процестердің оқшаулануы. Ол әр процеске тек өзіне тиесілі жадыны пайдалануын қамтамасыз етеді. Виртуалды жадыны басқару. Физикалық жедел жадыны жетіспегенде дискіні қосымша жады ретінде пайдалану. Кэштеу және вуперлеу. Деректерді жылдам қолжетімді ету үшін кэш жадын қолдану. Фрагментацияны басқару. Жадының тиімді пайдалануын қамтамасыз ету, яғни ішкі және сыртқы фрагментация. Жадты басқару әдістері. Тікелей біртұтас жад басқару. Барлық процесс үздіксіз жад аймағын алады. Бұның кемшілігі сыртқы фрагментация пайда болады. Екінші, бізде бөлімдерге негізделген жад басқару. Тұрақты бөлімдер жады тең өлшемді блоктарға бөлінеді. Ал динамикалық бөлімдер процестің қажеттілігіне қарай жады бөлінеді. Беттілік жад басқару, яғни жад кішкентай, тең блоктарға бөлінеді. Процессордың беттері кестесі беттердің физикалық жадыға орнын сақтайды. Артықшылық фрагментацияны азайтады. Сегменттік жад басқару, яғни жадты логикалық блоктарға бөледі. Бұның кемшілігі сыртқы фрагментация болуы мүмкін. Виртуалды жад. Бұл дискідегі page файл немесе swap файлын қосымша жад ретінде пайдаланады. Жүктеме кезінде тиімді, бірақ дискіні пайдалану баяу жұмыс істеуге әкелуі мүмкін.